Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айжан және мен Modern Teachers Академиясының 3-ші курс студенті, болашақ математика мұғалімі, және де бүгінгі өтетін біздің тақырыбымыз бұл кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі. Жалпы геометрия курсында 0 градустан 180 градусқа дейінгі синус, косинус, тангенс және котангенске ұғымдары анықталған болатын. Тригонометрияда бұл ұғымдар градуспен не радианмен өрнектелген кез келген бұрыш үшін қарастырылады. Ал ендеше синусқа анықтама беретін болсақ, бұл бірлік шеңбердің, яғни 56-шы суретте қарап тұрған бірлік шеңбердің b альфа нүктесінің ординатасы. Ордината дегеніміз бұл яғни y осі. Мен жазып қойын сіздерге. Ордината. Бұл x-іміз абсцисса. Яғни b альфа нүктесіндегі, көбіне көріп тұрғанымыз b альфа нүктесіндегі ординатасы альфа бұрышының синусы деп аталады. Белгіленуі синус альфа және анықтама бойынша синус альфа y-ға тең. Яғни біз мына жердегі b альфамыз ол y осіне тең, яғни мына жерде пункттермен сызылып тұр синус альфа деп. Ал бірлік шеңбердің b альфа нүктесінің абсциссасы альфа бұрышының косинусы деп аталады. Яғни абсцисса біз x осі және де оның міне мына жерде мәні болады. b альфадағы нүктеде ол мына жерде мәні болады. Ол косинус альфа тең x анықтама бойынша анықталады. Және де біздегі альфа пи к-ға тең, мұндағы к барлық бүтін санға тең, себебі бұрыштарында синус альфа 0-ге тең. Яғни синус альфа дегеніміз бұл жаңағы айтып тұрған y координата осі. Біз білеміз мына жерде ол бірлік шеңбер болғандықтан мына жерде 1 болады бізде. Мына жерде 1, мына жерде -1. Және де синусымыз бізде 0 градус болған кезде ол 0-ға тең. Және де егер де синусының 90 градус болса, ол бізге 1-ге тең. Яғни бұл жердегі анықтама бойынша альфа пи к-ға тең, яғни оның периоды пи к, мұндағы к кез келген бүтін санды береді. Ал ендеше альфамыз, косинус альфа 0 болған кезде, жалпы оның периоды альфа тең пи бөлінген 2 плюс пи к, мұндағы к кез келген бүтін сан болып табылады. Және себебі бұл жерде бізде бірлік шеңберде ординаталар 0-ге тең болады. Яғни косинусымыз жаңа айтып кеткенде абсциссамыз ғой. Ол жерде косинус мына жерде 1 болады. Мына жерде қызылмен белгілеп қойын сіздерге. Мына жерде 1, мына жерде 0, мына жерде -1. Яғни косинус 0 градус болған кезде ол 1-ге тең, ал оның x-іміз 0-ге тең, яғни мына жерде x, y қой. X-іміз 1-ге тең, y-іміз 0-ге тең болады. Ал b нүктеміз 180 градус болса, яғни мына жерде пи. Ол кезде біздің абсциссамыздың мәні -1-ге тең, ал ординатамыздың мәні 0-ге тең. Ал абсциссалар 0-ге тең нүктелер ол бізде пи бөлінген 2, яғни 90 градус болған кезде бізде 0 болады, ал ординатамыз 1 болады. Ал 3 пи бөлінген 2, яғни 270 градуста бізде абсциссамыз 0-ге тең, ал ординатамыз -1-ге тең екен. Ал ендеше сіздерге синус, бізде жалпы синус дегеніміз, ол егер геометрияда өткендегідей, біз білеміз, бізде синусымыз ол, яғни тік бұрышты үш бұрышты алатын болсақ, бұл бізде А және Б катеттері, С бұл бізде гипотенуза. Синус дегеніміз, бұл бізде синус альфа дегеніміз, яғни мына жердегі альфа градус, ол қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы деп айтамыз. Ал косинусымыз іргелес жатқан катеттің, осы альфа бұрышына іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, гипотенузамыз деген С. Ал ендеше бізде
қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан қатынасы немесе іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы бұл тангенс пен котангенс береді екен. Яғни басқашалай оны синус альфаның косинус альфаға қатынасы тең сан, ол альфа бұрышының тангенс деп аталады. Яғни жаңағы біздегі синус альфамызды косинус альфаға қатынасын алатын болсақ, синус альфа дегеніміз а бөлінген с, оны бөлеміз б бөлінген с-ға, яғни қатынасын аламыз. Бізде бөлу дегенімізді былай а бөлінген с көбейту, олардың алмен бөлімін ауыстырып жазсақ болады. Сол кезде бізде бұл жерде а бөлінген б болып шығады. Яғни бұл жерде біз тангенс альфа дегеніміз синустың косинусқа қатынасын айтады. Мұндағы альфа бізде пи бөлінген 2 плюс пи к-ға тиісті емес. Қазір мен оны бірлік шеңберде тағы нақтылап көрсететін боламын. Ал тангенс альфа дегеніміз бұл синус альфаның косинус альфаға қатынасына тең, және де ол осылай белгіленеді. Яғни жаңа біз косинусты синусқа, керісінше синусты косинустың қатынасына алсақ, қазір косинустың синусқа қатынасына алсақ, ол б бөлінген с көбейтілген с бөлінген а, сонда бізде б бөлінген а болады. Бұл жерде а, б деп x, y-ті алған екен, көріп тұрғандарыңыздай. Және де мұндағы альфа бұрышымыз ол бізде пи к-ға тиісті емес. Қазір оны келесі слайдта ашып көрсетейін. Егерде, яғни біз бұрыштың тангенсі мен котангенс туралы көрнекі түрде түсіндіретін болсам, яғни бұрыштың тангенсі мен тангенсінің мәнін мысалға А1 және 0 нүктесіне өтіп, ордината осіне параллель болатын түсуге белгілеуге болады. Яғни бізде 1 дегеніміз бұл x-тің мәні, 0 дегеніміз ол y-тің мәні. Яғни ол x-тің мәні 1 мына жерде, ал y 0 ол осы жерде. Яғни осы жерден біз түзу ординатамызға параллель түзу жүргіземіз. Және де бұл жерде біз А нүктесі бар, және де М нүктесін алатын болсақ, ОАМ және ОЦБ альфа үшбұрыштарының ұқсастығына назар аударсақ, яғни бұл жердегі АМ мен АО-ның қатынасы бізде СБ альфа мен СО-ның қатынасы тең болады екен. Яғни ол қалай? АМ дегеніміз бұл бізде тангенс альфаны берсе, яғни біздегі бұл жерде 1 дегеніміз АО ол бізде бірлік шеңбер болғандықтан оның ұзындығы 1-ге тең болады. 1-ге тең. Сонда біз АМ жазылып тұрғандай оның 1-ге қатынасы ол бізде y-тің x-ға қатынасы деп алатын болсақ, сонда АМ дегеніміз бұл тангенс альфаны береді. Енді тангенс альфа мен жаңағы айтып кеткендей, ол қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы деп айттым. Яғни біздегі бұл жерде y дегеніміз бұл қарсы жатқан катет, мына жерде y, x дегеніміз ол іргелес жатқан катеттің мәні. Сонда y бөлінген x ол АМ, яғни ол тангенс альфаға тең. Демек, бұрыштың тангенсі ОМ түзуінің x-тен 1 түзумен қиылысу нүктесінің ординатасына тең болады екен. Және бұл түзуді тангенстің сызығы деп атайды. Ал келесі бізде ол котангенс. Котангенсте тангенс сияқты егер қарастыратын болсақ, ол кезде біз n нүктесін аламыз. N нүктесі бізде 0 мен 1 нүктесінде өтетін болады. Яғни ол абсциссамызға, яғни x осіне параллель болады. Және де ол жаңағы айтып кеттім ол сіздерге, что ол іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы. Бұл жерде бізде іргелес жатқан катетіміз дегеніміз, яғни мына жерде альфаны мына жерден алып тұр ғой. Яғни іргелес жатқан катет дегеніміз ол x осі, x-тің іргелес жатқан катетіміз ол бізде
іргелес жатқан коэффициентіміз x болса, қарсы жатқан коэффициентіміз y болады. Сол кезде біз котангенс альфаны тапқан кезде nm дегеніміз бұл бізде котангенс альфаға тең екен. Себебі бізде бұл жерде nm-іміз бұл бізде не болып тұр ғой? X болып тұр, ал no-мыз ол y болып тұр. Яғни оны тапқан кезде x іргелес жатқан катеттің, осы альфаны алатын болсақ, іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы деп аламыз. Іргелес жатқан x қарсы ол y. Сонда бізде котангенс альфа пайда болады екен. Енді әр синус және косинус, тангенс, котангенстің бізде бірлік шеңберде олардың таңбалары бар. Яғни синустың таңбасы бұл жерде бізде осы ширек ол бірінші, екінші, үшінші және төртінші ширек екенін білеміз. Яғни бірінші ширекте бізде синусымыз плюсқа, екінші және бірінші ширектерде синусымыздың таңбасы плюс болады, ал үшінші және төртінші ширектерде минус болады. Косинуста бірінші және төртінші ширекте ол бізде плюс болады, ал екінші және үшінші ширектерде оныкі минус болады. Енді оны сіздерге қарапайым тілмен түсіндіретін болсам, яғни синус дегеніміз бұл жаңағы бізде айттық қол, синус альфамыз бұл бізде y-ға тең. Яғни бізде синус альфамыз бұл бізде y-ға тең. Y ордината осіне, ал ордината оси ол бізде, яғни бұл жерде 1, 0, минус 1 деп алатын болсақ, астыңғы ширектеріміз, яғни 3 пен 4 ширек ол бізде минус аралға. Ал үстінде 0-ден үстіңгі жатқан сандарымыз ол бізде плюс болады. Сол себепті ол 1 мен 2 ширекте плюс таңба болады, ал x осінен төмен жатқандар, яғни ол бізде минус таңба болады. Себебі 0 мен минус 1-дің арасы тек қана минус сандарды қамтиды екен. Сол үшін үшінші және төртінші ширектер бізде минус таңбасымен болады. Ал косинус дегеніміз ол бізде косинус альфа бұл бізде x, яғни x абсцисса өсі, яғни ол кезде бізде 0 и 1, жерде минус 1. Білеміз 0-дан 1-ге дейін ол бізде плюс мәндерді қабылдайды, 0-ден минус 1-ге дейін ол бізде минус мәндерді қабылдайды. Сол себепті бізде бірінші және төртінші ширектер ол бізде плюс, ал екінші және үшінші ширектегілер ол бізде минус таңбаны береді. Ал тангенс пен котангенстің таңбалары ол басқаша. Яғни екеуінің таңбалары бірдей, синус пен косинус сияқты емес. Себебі біз жаңа білеміз, тангенс дегеніміз бұл бізде синустың косинусқа қатынасы, котангенс дегеніміз альфа тең ол косинустың синус альфаға қатынасы. Ал енді біз көрейік, бізде бірінші ширекте синусымызда, косинусымызда плюс таңба болады. Яғни егерде бізде синус плюс болса, косинусы плюс пен плюстың қатынасы ол плюсті береді. Және де косинустың таңбасы және синустың таңбасы екеуі бірдей жаңағы ол бізге плюсті береді. Ал енді екінші ширекке назар аударатын болсақ, бізде синустың таңбасы плюс болса, ал косинустікі минус, плюс пен минус ол бізге минусты береді. Ал синус пен косинустың үшінші ширектегі таңбасы екеуінікі де минус пен минус ол бізге плюсті береді. Және дәл солай төртінші ширекте екінші ширек сияқты минус пен плюс ол бізге минусты береді. Сол себепті котангенс пен тангенсте бірінші ширектеріміз пен үшінші ширегіміз плюсті берсе, екінші ширек пен төртінші ширегіміз бізге минус таңбаны береді екен. Және де біз білеміз, бізде қандай да бір градус берілсін, және де оларды біз радианмен берілсе, оны біз түрлендіре аламыз, және де оны біз келесі кезектегі ережеге сай түрлендіреді екенбіз. Қандай да бізге бета бұрышы берілсін, бұл бізде
бірлік шеңберде, яғни 360 градусқа қандай да бір n рет айналып, және оған альфа бұрышы қосылуы мүмкін. Бұл жердегі альфа дегеніміз ол 0 мен 360 градус аралығында жатады, яғни кез келген осы аралықтағы қосынды болады. Және ол n-іміз кез келген бүтін санға тең, және барлық бұрыштардың бір ғана нүкте сәйкес келетін болғандықтан, осыған сәйкес, мысалы, синус альфа қосылған 360 градус көбейтілген n, бұл бізде синус альфаны береді. Ал косинус альфа плюс 360 көбейтілген n, ол бізде косинус альфаны береді. Тангенс альфа плюс 360 көбейтілген n, ол бізде тангенсті берсе, котангенс альфа плюс 360 көбейтілген n, ол бізде котангенс альфа болады екен. Оны қазір мен сіздерге есеп барысында түсіндіре кетсем, ол не үшін олай болады екен, сол кезде бізде түсінікті көрі. Мысалы, бірінші есепте бізге айтылып тұр. Бұл жерде котангенс пи бөлінген 2 плюс альфа. Және де егер альфамыз 0 мен пи бөлінген 2 аралығында болса, яғни бұл бізде бірінші ширегі. Бұл жерде біз неміз салып қойықшы, бірлік шеңберімізді. Бұл бізде 0 мен пи бөлінген 2, бұл бізде бірінші ширек болып табылады. Енді бізге айтады котангенс, және мен сіздерге айтайын, пи бөлінген 2 болған кезде, және де 3 пи бөлінген 2 болған кезде, бізде олардың таңбасы өзгереді. Бізде күшті бір лайфхак бар, яғни бұл бізде пи бөлінген 2 мен 3 пи бөлінген 2, ол бізде үстіңгі және астында беріледі. Сол үшін сол градустар болған кезде біздің котангенсіміз, синусымыз, косинус өзгереді. Яғни пи бөлінген 2, 3 пи бөлінген 2 ол бір-біріне қарама-қарсы болғандықтан, вертикально орналасқандықтан ол бізде өзгереді деп айтамыз. Яғни котангенс пи бөлінген 2 қосылған альфа дегеніміз, ол мына жерде нүкте тағы бір қандай да бір альфаға қосылып тұр. Мына жаққа қарай. Және пи бөлінген 2 дегеніміз, ол бізде өзгереді. Котангенс ол тангенске өзгереді. Синус косинусқа, косинус синусқа деген сияқты. Енді котангенсіміз тангенске өзгерсе, оны біз таптық. Ал бірақта бізде екінші ширекте котангенсіміздің таңбасы минус болады. Сол үшін ол минус тангенс альфа болып өрнектеледі екен. Енді әсін қарастыратын болсақ, косинус дегеніміз пи бөлінген 2-де өзгереді, және де пи бөлінген 2 қандай да бір альфа градусқа азаяды екен. Яғни ол бірінші ширекте жатады, ал бірінші ширекте косинус ол плюске тең, яғни ол жерде біз косинус альфа, оның таңбасы плюс болады екен. Синуста 3 пи бөлінген 2, 3 пи бөлінген 2-де бізде ол жаңағыдай өзгереді, және де қандай бір альфа градусқа қосылғанда ол бізде 4-ші ширекте жатады, солай ма? Ол 4-ші ширекте синусымыз бізде 4-ші ширекте минустан бар, яғни ол минус синус альфа болады екен. Тангенста 3 пи бөлінген 2 дегеніміз өзгереді, және де ол минус альфа қандай да бір градусқа азаяды. Ол бізде 3-ші ширек, 3-ші ширекте бізде тангенсіміз плюс, сонда тангенс альфа болады екен. Бұл жерде яғни бізде барлығымыз өзгеру случайларын қарап тұрмыз. Енді өзгермейтінді өзіміз мысалға алып көрейік. Мысалы, синус пи қосылған альфа. Пи деген кезде бізде ол осы жерде тұрады. Пи деген 180 градус. Ол қандай да бір альфа градусқа қосылады. Яғни ол 3-ші ширекте. Синусымыз 3-ші ширекте, ол бізде минус. Пи өзгермейді. Пи болған кезде синус 0 мен пидің арасында болған кезде ол бізде горизонталь бағытта бір-біріне қарама-қарсы. Сол үшін жоқ, өзгермейді деп айтамыз, және де ол 3-ші ширекте жататын болғандықтан, себебі альфа градусқа қосылып тұр, ол бізде өзгермейді, синус альфа болып қалады екен. Дәл солай, мысалы, тангенсті алайық. Тангенс пи қосылған альфа немесе
2 пи қосылған альфа деп алайықшы. 2 пи дегеніміз ол 360 градус. 360 градус ол қайттан бір кругты айналып келеді. Яғни осы бірлік шеңберді айналып өтеді 360-қа, және де қандай да бір альфа градусқа қосылады. Бұл жерде альфа градус қосылса, ол бірінші ширекте жатыр. Тангенс бірінші ширекте, ол бізде плюстан мән береді. Сол үшін тангенс альфа болып қалады екен. Ал ендеше екінші есепке көшетін болсақ, бұл жерде бізде әр мән бойынша, яғни оның кесте бойынша мәндер бар. Бізде бірінші есепте 2 көбейтілген косинус 60 градус дейді. Косинус 60 градус дегеніміз бізде ол 2-ден 1-ге тең азайтылған түбір асты 3 көбейтілген синус 60 градуста бізде түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Ал тангенс 45-те бізге ол 1-ге тең болады. 2 мен 2 қысқарып 1 азайтылған түбір асты 3 пен түбір асты 3 бізге 3-ті береді, бөлінген 2 көбейтілген 1. Ол 2-ден 3 болады. Сонда тең ортақ бөлімге келтіріп 2-ден 1 минус 2-ден 1 айналады екенбіз. Енді әсі жерден 6 синус 60 градус дегеніміз бізде түбір асты 3 бөлінген 2 азайтылған 2 түбір асты 3. Котангенс 60 градус дегеніміз көбейтілген түбір асты 3 бөлінген 3 көбейтілген косинус альфа 30 градус дегеніміз түбір асты 3 бөлінген 2. Енді біз 2 мен 3-ті қысқартамыз, 3. Сонда 3 түбір асты 3 азайтылған. Бұл жерде бізде 2 мен 2 қысқарады. Түбір асты 3, түбір асты 3, 3 мен 3 қысқарады. Сонда тек қана түбір асты 3 қалады. Сонда 2 түбір асты 3 мәнін алады екенбіз. Б есебі 4 синус 45 градус дегеніміз 2 түбір асты 2 көбейтілген. Тангенс 30 градус дегеніміз түбір асты 3 бөлінген 3. Көбейтілген котангенс 30 градус дегеніміз түбір асты 3. Түбір асты 3 бөлінген 3. Минус косинус 45 градус дегеніміз түбір асты 2 бөлінген 2. Тең болатын жерде 2 мен 4 қысқарады 2. Бізде 2 түбір асты 2. Бізде түбір асты 3, түбір асты 3 береді. 3 пен 3 қысқарып кетеді екен. Минус түбір асты 2 бөлінген 2. Бұл жерде біз ортақ бөлім береміз. 2, мына жерде 4. 2 береміз. 2 мен 2 4. Түбір асты 2 минус түбір асты 2 3 түбір асты 2-ні береді. Және В. Тангенс 60 градус дегеніміз бізде түбір асты 3-ті берсе, котангенс 30 градус дегеніміз тоже түбір асты 3-ті береді. Азайтылған косинус 180 градус. Косинус 180 градус дегеніміз ол бізде 1-ге тең қосылған. Синус 90 градус дегеніміз тоже 1-ге тең. Түбір асты 3 қосылған түбір асты 3 3 минус 1 плюс 1 бізге 3-ті береді. Келесі есепке көшейік. Ал енді бұл жерде бізде тепе-теңдікті дәлелдеу керек екен. Тепе-теңдікті қалай дәлелдейміз? Бұл жерде не істеуге болады? Біз білеміз, тангенс дегеніміз синус альфаның косинус альфаға қатынасы, сол арқылы түрлендірсек болады екен. Қанекей бірге түрлендіріп көрейік. Синус альфа қосылған косинус альфаны қалдырайық. Синус альфа минус косинус альфа тең. Бұл жерде синус альфа бөлінген косинус альфа болады. Ортақ бөлім берсек, синус альфа қосылған косинус альфа. Косинус альфа. Енді мына жерде то же самое синус альфа минус косинус альфа бөлінген косинус альфа. Косинус альфа мен косинус альфа қысқарып, синус альфа қосылған косинус альфа. Синус альфа минус косинус альфа тең синус альфа қосылған косинус альфа бөлінген синус альфаның минус косинус альфаға қатынасын береді екен. Сонда біз тепе-теңдікті дәлелдедік. Бұл бізде бірінші шығару жолы болып табылады. Екінші шығару жолы дәл солай, бірақ та біз мысалы тангенсті ашып жаздық қой. Осы жолы синус пен косинусқа бөліп жіберуге болады. Егерде мына жерде косинусқа бөліп жіберетін болсақ, осы бізде ештеңені
бермейді ғой, себебі косинус пен косинус бір-бірінің қатынасы болып бірді жібереді. Сонда мына жерде синустың косинусқа қатынасы бізде тангенс альфа береді. Косинустың косинусқа қатынасы болып бізде 1 бөлінген синус пен косинустікі тангенс альфа минус косинус пен косинустікі минус 1. Дәл солай тепе-теңдікті дәлелдедік. Яғни 2 шығару жолы бар екен. Сіздерге қайсысын ыңғайлы сонымен шығара бересіздер. Так, келесі есеп. Келесі есепте бізде осы өрнектің А жағдайы тангенс альфа 0,5-ке тең болу керек, немесе альфасы 3π бөлінген 4-ке тең болу керек екен. Ендеше ең бірінші А жағдайын қарастырайық. 3 тангенс альфамыз 0,5-ке тең. Біз тангенс альфа емес, бұл жерде косинус және синус беріп тұр. Барлығын косинус альфаға бөліп тастап жіберейік жаңағыдай. Сонда бізде косинус пен косинустың асы 1-ге тең болады. Қосылған 2 тангенс альфа бөлінген 3,5 көбейтіліп 1 қысқартылған 3 тангенс альфа. Енді 3 қосылған 2 көбейтілген тангенс альфа деген сол 2-ден 1 деп тұр бізге. 35-дің 10-ға қатынасы қосу 3 көбейтілген 2-ден 1. Бұл бізде 2-ден 2 қысқарып 1 береді. 3 қосылған 1 бізде 4. Мына жерде 35 бөлінген 10 қосылған ортақ бөлім берсек 5-ті. 15-ке 15 бізде 4 бөлінген мына жерде 50 бөлінген 10 5-тен 4 шығады екен. Енді жағдайын қарастырайық. Бұл жерде бізде 3 косинус 3π бөлінген 4 қосылған 2 синус 3π бөлінген 4 берсе 35 бөлінген 10 деп жазайыншы. Косинус 3π бөлінген 4 минус синус 3π бөлінген 4. Бұл жерде біз бағанағы мен сіздерге ашып көрсетем деп айтып едім ғой. Міне осы таңбалардың ауысуы жалпы синус пен 360 градус көбейтілген n қосылған альфаның синусқа беретін түрлендіру, яғни жолдарын қазір сол арқылы шығаратын боламыз. Яғни бұл жерде 3π деген 180 бөлінген 4. 180-ді 4-ке бөлетін болсақ, бізде 4, 16, 20, 45, 45 түшкен 15, 1 ойда 12, 135 дейік. 135 дегеніміз бұл бізде 90-ның 45-ке қосындысы. Енді оны былай жазуға болады. 3 косинус 90 қосылған 90 градус қосылған 45 градус деп. Қосылған 2 синус 90 градус қосылған 45 градус. Бұл жерде 35 бөлінген 10 косинус 90 қосылған градус қосылған 45 градус. Азайтылған 3 синус 90 градус қосылған 45 градус деп. Сонда бұл жерде бізде не шығады? Косинус 90 градуста біз білеміз бірлік шеңбер бойынша 90 градуста және 270 градуста бізде мәндер ауысады. 90 градуста ауысады синусқа. Сонда 3 синус 45 градус болады. 45 дегеніміз ол бізде екінші ширекте жатыр. Ал косинус екінші ширекте ол бізде минус таңба береді. Сол үшін біз минус 3 синус 45 градус деп айтамыз. Қосылған дейміз 2. Бұл жерде синус бізде 90-да өзгереді. Косинусқа 90-нан плюс 45 градус 2 шешерек, екінші ширекте синусымыз бізде плюс береді. Сонда синус 45 жай ғана. Енді 35 бөлінген 10 көбейтілген косинус 90 емес, косинус бізде өзгереді синусқа.
синусқа өзгереді және 45 градусқа қосылған кезде ол екінші рет, косинус екінші ширекте бізде минусты береді. Сонда минус 45 градус. Минус 3 синус 90 градуста өзгереді, екінші ширекте синус плюс, сонда 3 синус 45 градус. Мына жерде алдында минус болғандықтан минусқа плюсті қойсақ, ол қайтадан минус шығады. Енді сонда бізде минус 3 синус 45 градус дегеніміз түбір асты 2 бөлінген 2 қосылған 2 түбір асты 2. Бізде минус 35 бөлінген 10 синус көбейтілген түбір асты 2 бөлінген 2 минус 3 түбір асты 2 бөлінген 2. Бұл жерде минус түбір асты 2 бөлінген түбір асты 3 шығады. Бұл жерде астында бізде ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 10-ды беріп, бізде 20 түбір асты 2, минус 35, минус 30, минус 65 береді. Егерде оны қысқартатын болсақ, яғни мына жерде қысқарту 10-ға қысқарту болады, мына жерде 5-ке қысқарту болады, 5, 13. Сонда минус пен минус плюсті береді. Бізде 5 алымына көтеріледі. 5 түбір асты 3, 13 түбір асты 2 десек, түбір асты 2 иррационалдықтан құтылып, яғни үстіне жазайын. Иррационалдықтан құтылатын болсақ, 5 түбір асты 6 бөлінген 26 жауабы шығады екен. Осымен біздің кез келген бұрыштағы синус және косинус, тангенс және котангенс тақырыбы аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.